Ассалаумағалейкум алдияр ағайын, құрметті достар. Жақында ғана Ресейдің Рязань қаласында өткен алыс қашықтыққа шабудан ат бәйгесінде Қазақстан атынан қатысқан маңғыстаулық 5 тұлпардың жүлдемен оралғанын естідік. Оның ішінде бас жүлдені жеңіп алған 2 тұлпар Қызан ауылынан шыққан белгілі атбегі Бұғабай Мықырбаевтың таза қанды адай жылқылары екен. Ал осы жаңалықты нақтылау үшін интернет ақтардық, газеттерді парақтадық, телеарнаға телмірдік. Жариялап жатқан ешкім болмаған соң өзіміз Берік Дәуенов бастаған блогер жігіттер Қызан ауылына табан тіреп, ағамызды жеңісімен құттықтау үшін әрі жаңалықты сіздерге жеткізу үшін келіп тұрмыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кеше ғана Ресейден жүлдемен оралған қуаныш иесі бүкіл Маңғыстауға, қазаққа мерей сыйлаған жеңімпаз адай жылқысының иесі, бапкері және бәйге бала Бектас, оның әкесі атбегі Бұғабай ағамыз бізге сол бәйге туралы, жалпы қазіргі Маңғыстаудағы ат сайысы туралы әңгімелеп берсін. Аға, алаш әңгімені жаңа Рязандағы бәйгеден бастасақ. Рязанға мен енді барған жоқпын ғой. Өзім барған жоқ. Аты дайындадық бір 4-5 ай. Қыстай дайындап жатырмыз. Анау Бектас барып шауып, сояқтан орын алып кетті, 2 ат алып кетті. Бір аты 120-дан бірінші орын алып кетті. Ол аты бұрындан барып Рязанға бірнеше рет барып келіп жүр. Астанадан орын алып, Ақтаудан да Рязаннан алып. Екінші атты кеше онда аяқ астын байқақты қосып жібердік. Ол 80 шақырымнан бірінші орын алып. Қайтып шапты, қарай қойды, онымен бірінші орын алдық, алып келдік. Аман барды, аман келді, соны білемін. Бектас айтады оны қараған, қайтып шапқандары. Бәрекелді. Ал өзіңіз бұл ат баптаумен қашаннан бері айналысып келе жатсыз? Ата-бабаңызда бұл кәсіппен айналысқандар болса? Ат баптауды мен есімді жиғанда 3 жасымда Кәрекем Мықырбай дейтін жылқы бақты, соның артында жүрдім. Жылқы қайырса соның артында жүрдім. Ол уақытта 68-67 жылдар сол есім білгенімде. Өзім 63-пін ғой. Есім білген 67-тен бастап есім білетін сияқтым. Себебі қасымда көрші інім бар, өсірген 67. Сол туғанда білемді, қай жерден туған, қай төбеде қарай. Сонан бері білетін сияқтым. Содан бері соның кәкеміздің артында өстім, шығырына міндім, жылқы қайырыстым, жаңағы 4-5 жасымдан бастап. Аттың суына тигенде шаптым, солардың қаптарына шығырына шаптым. Содан кәрі кәкемнен үйрендім, бергі жас әкемнен үйрендім. Сонда сөйтіп келе жатырмыз, сол өмірім солай. Оның бер жағында Әлмеға бардық, одан кейін қайтып келіп оқуға түстік, оқуға бардық. Бәйге бала болған кездеріңнен де бір сырт айтып қойды. Қалапқасқа бардық, Қалапқастарымда өндірісті жұмыс жасап жүрдім. Жұмысты тастап, осы ат жатсам да, ат тұрсам да, ат ақшаны қойдым Қалапқасты. Атқа кетіп қалдым. Ауылын келдім шаруашылық, шолық шаруа қожалығын аштық. Сонымен ат жөнінде малды көбейтіп жатырмыз. Жұмысшылар да бар қасымда, міне келешегі 3 түйе сауады. Андасында бір қошып жүріп кеткенде бие сауамыз. Келіндеріміз де балдарымыз сол атты айналысты жұмыс. Мұнайшылық жұмысын тастап, ата кәсібі атбегілікке ауысқан екен. Енді соның ішінде адай жылқысы туралы бізге кеңірек айтып беріңізші. Тұқымы, оның қасиеті басқа жылқылардан. Енді қазір апарып көрсетем ғой, адайдың қасиеті ол талғамайды ештеңе. Ол жем бер демейді, ол су бер демейді, уақытында келеді, суын береді, жем береді, жарыққа қамап, басқа жылқыларын тұқым сияқты. Олар не қылмайды, қыстада боранда жүріп жүреді, жазда ысыра кәдімгі жараңаш тұр далада. Сондай дайын адайды жылқысы, дайын ара кезде де, мініске де, бәйгеге де, сойып жейсең де, семіз қайбақтата. Енді герой бейбіт күннің батыры біздің Бектас құрдасымыздың әңгімеге тартайық. Осы кеше Ресейден жүлдемен оралған жеңімпаз жігіт. Бектас, қалай болды барлығы? Өзінің көрген білгендеріңді айтып отыр бізге. Күшті болды.
Sana harcadık buraya tuttu. Ансат қосылды қай мемлекеттерден Bunlar жаңа орысша білмейді көп, түсінбейді ғой. айта бер үйренме 20-30 ат қосып бәрі орысса да 120-ға 12 ат 80-ге 10 ат қосып басқа да шабыс жарыстар бар 30 километр 40 километр жастар арасынан шабыс бар Маңғыстаудың басқа қай жерлерінен барды? 2 саптап тұр жалпы. өзеннен Рәтіп Сейсен аты бар 2 ат. 2 ат Жетібайдан Бағдабай аман шабды Оларда жүлде алған болды ма? Сейсеннің аты 4 жыл 120-дан 2 ат алдым екен аман мен Сейсен Енді өзің баптап жүрген аттар туралы айтшы. Жылқыларды. мен емес қой баптап атқан мен шабушымын тек көмекші Орындаушы. орындаушы Бұған дейін қандай бәйгелерден бұрын бәйгебада болдым жеңген жетістіктерің бұған дейін жетістіктер қандай? Бұған дейін Рязанға барып па едің? бұның алдында да барғанмын Алматыға бардық Астанаға бардық Европаға Европадан кішкене Францияға бардық маңызды қылып айтамыз Қасеке өзіңізде аттың жанкүйерісі бар. Әңгімеге араласыңыз. енді мен өзім ас қоспай былай енді жалпы енді Маңғыстауда қай жерде бәйге болып жатады көріп қызықтап тұрамыз осы ағаларымызға елге жанкүйеріміз қаннан таппаған қалсын бір адам шығып жатса бір бала тай қосып жатса да әйтеуір сол көпшілікпен бірге оның ішінде өзіміздің жанкүйерлігімізді ала бөтен әрине ол жастар аман болсын ел аман болсын бәйге көбейсін сол бәйгені алатын азаматтар көбейсін тұлпар баптайтын жастар өссін осындай тілек айтамыз енді ағамыздың шаңырағындамыз қуанышты күндер көп болсын дейміз Бағалайға енді адай жылқысына көңіл бөліп жатқан облыс басшылығынан қолдау бар ма? Қолдаған облыс басшысы жаңа Айдарбаев кеңесі. Менің қатарым екен өзі. Мәшәсін беріп жатыр ол балдарға ішінде 12 ат сияқты. Оның ішінде жаңа жатақханасы бар, асханасы бар дейтін көрген жоқ. Атта 12 ат тұрады кеше былтырғы жылы Францияға қинамай барып келді. Кеше күні кеше жаңа Ризаға қиналмай 3 күн жүріп 3 күн сояқта 3 күн жолда бері қарата қайтты. 9 күн жүріп барып кетті. Бәйгенде алып қайтты жолда бәрі уайым қайғысыз. Рахметімізді айтамыз Аликке. Сау болсын. Қосып кететін нәрсе бар. Бұл дейтін осы мына адай жылқысы бір тип дейді, түр дейді. Ал басқа мысалы қазақ жылқысы дейді, әртүрлі араб жылқысы дейді, әртүрлі өзінің патенттелген тұқым. Енді осы адай жылқысын түрге енгізу, үлкен тұқымға енгізуге осы Маңғыстаудың атпал азаматы Сәбит Әбішев және Түменбай Қалжанұлы дейтін азаматтар еңбек сіңірген осы баспасөз ақпарат құралдарынан әртүрлі мерзімді баспасөзден оқимыз. Сәбит Әбішев бастаған облыстық ауыл шаруашылық басқармасы басқарып отырғанда. Содан соң ол кісі кеткен қызметтен кетіп зейнеткерлікке шыққаннан кейін бұрынғы Қызылөзен совхозының директоры болып осы шаруаны қолға алып өз қолымен істеген Түменбай Қалжанұлы басқарған облыстық ауыл шаруашылық басқармасын сол азамат көп еңбек сіңіріп осы Маңғыстау жерінде алғаш өтуіне сол Қырымбек Көшербаев бұрынғы облыс әкімі сосын Түменбай Қалжановтар үлкен еңбек сіңірген ең главный еңбек сіңірген адам Түменбай Қалжанов деп айтады. Осы төл барлық нәрсені адай жылқысын қолға алып өз істеген ғалым зоотехник үлкен ауыл шаруашылығы маманы сол кісі Қызылөзен совхозының директоры болып соны қолға алған екен. Сол енді осы Маңғыстауда бір айта жүрер азамат Түменбай Қалжановтың еңбегі осы. 3-ші жыл туған мен 60-ші жыл туған ойым. 3-ші жыл туған, ол туғанда Ақтөбенің бер жерде Мұқыр дейтін жерде туған. Мұқыр
байланысты Мұқырбай болған, содан бергерек келгеннен кейін ыстырдың уақытта Мұқырбай, біз Мұқырбай деп фамилиямызға арзанамыз да, Мұқырбай деген Мұқырбай. Сол Мұқырға байланысты Мұқырбай. Сол жақта туып өскен, сол нағашылар кенженің ішінде Саркемпір дейді, сол жақта болған. Сол ауылда бір есімде қалып, сол дұрыстап сұрай алмай қалдым да, бір айтып отқан әңгімесі. Сол жақта бір ат алып дейді, нағашыларым ат берді, Ақтөбеден. Қай жерге берген ғой өзі? Сол алып келеді дейді, жаңағы атқа қызығушылар, қарақшыларына біреулер маған ерт дейді, атты алып қалғысы. Қолыма бір шүл ұратын бұрақ бар дейді, мен қауырыммен жасқа бұлар келтірмей, ат жүйрік қашты дейді, жоқ болды. Сол келіп бір жерде қонғанда тәуірді атым жоқ дейді, қар дейді, қар. Сайға түсіп кетпейді, сайдың ішінде жаңағы қардың астында жайылып жүрді жаңағы қар. Сол қаратты әкеліп өсек тұқым шашып, соның аттарды шауып жүргенде отыра дейді да, қар баяғы сол нағашыларына әкеліп қарады. Қазір осы мен шауып жүрген тұқым сол қан соған барады бір жерде. Әжесін әкеле берген ғой, жақсы аттарды. Сол енді мен 71-ден бастап бірінші 7 жасымда сол бәйге шапқызды. Барған жерде бәйге алып тұрдық. 77-ші жылы қайтты. Сол 1-ші май, 7-ші ноябрь құрғанмен дейсіз. 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын, 1-ші орын алып тұрдық. Бір рет емес қосқан, әкеліп шеттен ұстайды. Қол жаратады, сол бәрі келіп атады. Бұдан кейін жаңа Майрамбайдың әкеміз, оны аға деп кеттік мен, әкем болған менің немересім ғой. Ана жатыр. Ошарда сөйтті. Қомырымыз жылқымен өстік енді. Жылқы бауырда. Соның арқасы жайды, атбек болып атқаным енді. Көп үйреніп көрегенім, соған алдыңғы шады, Мұқырбай дейді шады. Үйреніп көп. Ат ұстаудың бапталған, әрі түгіл. Әкеңіз жалғастырған жоқ па? Әкем жалғастырды, о да бәйгі бергекте осында неден Есен Ерменбеттен кісіге асып жүгілер. Бұлай енді толтырмалақ ауыл арасында бұны айтып атқан жоқпыз. Жаңа Мұқырбай дейді жан осы таушыққа бір қарат, екі қарат апарып қосу деген бар. Менен бұрын. Біреу екі қараттың біреу бірінші орын, екінші орын. Жаңа мен әкем Майрамбай күресте бірінші орыннан сөйтіп күл-жүлдік қайтқан күндерімізде болды дейді. Сол Мұқырбай дейді жадың айтып отқан, әкемнің айтып отқан несі. Мен осы Маңғыстауда жалғыз батықты қоларынан қорқам басқа қорқпайды. Батықты қоларынан инеш сапқызында болды. Сол жерде батық құрат үйді құрат болып жүріп. Содан басқа да сескенбейді дейді сол уақытта. Сонымен солай өтіп келатырмыз. Жүйріктеріңіз кәдімгідей олжа салған екен, Құдай көрсінбесін. Олжа салды. Сол кәкемнің тұқымы, Бержанда жаңа Майрамбай әкемнің тұқымы, сол қазір бийлер, әр жерден қанға ұстап тұрамыз. Шетінде сиран ұстап шаптырып жатырмыз енді. 40-50 жылқымыз бар. Қолтығыма қолымызда бәрі жылқым. Басқа сұрақтар болса қоя бер, айта берейін. Енді ат баптауда оңай кәсіп емес. Жаңағыдай қасына дәретпен барып қонып, тіпті бәйгеге жақындағанда тіпті тыным таппай жүресіз. Ал ерді баптап жүрген жеңгеміздің де үлесі аз емес. Жеңешемізді әңгімеге тартайық. Сен мына тасқамызға қош келіп жатсыңдар. Қош ыстыққа қарамай келіп жатқандар рахмет. Сен мына кеше баламыз атысқа жасқа барып келіп орнатып қайтқанына қуанып жатырмыз. Папасы баптап береді, баласы барып береді. Сонымен жүлделі қайтып жатыр барған жерлерінде. Бірінші амандығын тілейіп, содан кейін қуанышты қайтқанына не қыламыз ол? Баласы атқа шапса, анасы тақым қысады деген мақал дәл осы жерде нағыз сәйкес келіп тұр. Алаңдап, уайымдап. Алаңдап отырамыз, бірақ енді келініме телефон соғып жатса келінім айтады маған. Мама телефон соқсайшы сенде дейді да. Маған балам телефон соғып жатқан жоқ, өзім не қыла бер деймін ғой. Анамның балады баламның кеңеліп келінде болып тұр ғой. Ішімнен жаным шығып отырады ғой енді бұлай. Аман-есен келіп кеткен бар, ауырмай сырқамай деп. Жолда енді аман-есен барып келген тілеп отырамыз ғой. Аға аты дардай халықаралық бәйгелерде жүлде алып келген жылқыларымыз бапталып қорада
мойнына қоржын ілініп жемделіп тұрған шығар деп келсек, мына 45 градус ыстықта түс ауған шақта сағат 5-те әлі суға да орнапты, бұлар жайылып жүр. Бұл қалай? Сіздің баптау әдісіңіз қалай өзі? Баптау әдісі енді ол ар жағында Құдайдан ғой енді ол. Өзінің жаратылысы жылқының. Кешегенде екі ат шауып кетіп тұрған екі ат қотыны. О, арқысы көк ат, ақ жылқы. Жара атты жылқы есімі. Одан бергісі жаңа бам бермеді. Ол 80 шақырымдан бірінші орнап тұрмады. Аржанда 120-дан бірінші орнап тұрмады. Біз енді баптамаймыз, жайламаймыз, уақытты ұстаймыз, уақытты шабамыз, міне. Бананды бермеймін, бананымыз міне көк жусан. Еркек ана шөп. Осы жерде жайлап өзі қояды, мына ыстылыққа осы төзеді, өзінің туған жері, өскен жері. Жұрттар қант беріп, алма беріп, баптап жатады ғой. Қантымызды, алмамызды осы. Жусан, бұйырғын, тағы қандай шөптер? Жусан бар, бұйырғын бар, ебелек бар мына жерде. Еркек бар. Осы еркек пен ебелек жейді ғой көбіне жусанды андасын. Өткен жылы қатты жұт болып еді, биыл жауын-шашынның түсімі қалай? Биыл жақсы жер дейді, от машқара. Қайбақта да жер осы жер негізі жері жаман емес, киелі жер. Қайбақта да жаман шықсы уақытта да жақсы болып тұрады. Ащы тұш бірдей жер, теңізге 6-7 километр, анау биік 4 километр, ар жағы жайған сор теңіз ғой. Теңіз дегеннен шығады, мына адай жылқысының бір ерекшелігі жалғыз жануар дейді, теңіз суын ішуге де жарамды дейді. Бұл бір жетіскеннен емес, мәжбүрліктен ішіп тұр ғой. Су, тұщы су, қат, зәру, шөл дала, соған халқының тағдырымен бірдей қасиеті бойындағы түйедегі төзімділік сияқты жылқымызда сондай алыс қашықтыққа шабу, 40 градус ыстықта, 40 градус суықта, қар кесіп, мұз кешіп, өзін өзі от тауып жүргені осы табиғаттың бейімделгенінен шығар деп ойлаймыз. Қазір мен 45 градус қойды. Соған шыдап тұрды. Мен соны бір шабатын уақытта бір ай қалғанда дайындаймыз. Ұстаймыз. Кеше 5-6 күн шауып. Оны келеді, үш жылда өмір сүреді. Қолға олар жақтырмайды. Қолға жеген деген мал дейді. Сүйегі қылдақ қуаты қойды жеген деген. Сүйегі витамин ала алмайды. Жаңа витаминіміз жоқ егер. Білмейміз оқымаған. Витамин біледі, осы жерден алып витамин. Осылай апарамыз, осылай жаратамыз, осылай ұстаймыз. Сол жасыл желекке жайылып өскен жануардан гөрі осы даланың жусаны мен бұйрығын жеп өскен қой болсын, түйе болсын, сиыр болсын, бәрі жылқыларымыз еті құнарлы, өзі төзімді ыстық суыққа. Оны жеген адамдарда мұнайшылар осындай ми қайнатар ыстықта өндірісте жүр мысалға. Бұның барлығы осындай табиғи өнімнің арқасы деп есептейміз ғой. Мұнда мысалы біз экологиядан сақтап тұрған мына сор. Тұздың өзі біз экологиядан сақтайды дейді мысалы. Жерде де шөпті де бәрі сақтап тұрған. Сорды жақтырмайды, сорды бізге пайдалы. Қажет не істеймін? Аттарға жақындайық. Мойнақтың баласай, күдиямның ай қаразай, көңілімнің айналазай. Ер алмайдың ау жүгірсең, ішіп алаң құйрық ай шұбарда, қуыста қолтық ай қылаңда. Қара байырдан аяу арғымақ, тесікте өкпең ай қазанат. Жарыс алмазай бұлардан тобан аяқ жап емес. Қол аяғы жіптікте болса ғой болаттай. Болат оңай сынармай, бұңызда мойын қар емес. Басы да жеңіл бұрарғай, кезенген жауға тап болып, бұдандай артық көлік жоқ. Кескілесі шығарда майға бөгіп айқалмайды, бір атасы құланба. Сабауда кірпік ай тұнық көз, бір атасы бұланба. Құлыбың кері қайырған, мылтықты көреді оны көр. Ей қос құлағын шымардаң, біздің де елдің ай адамы. Сәске болмай ай қосады, үш
Құдықтыңдай арасын таң намаздан ай шығарда, қыз тоғыста қой телледер, жаз тоғыста қой өргетер, беріктігін сынарда. Үш қиянның қазағын тақ тұрады қой алдындай, бәсеке дәурен құрарда. Мініп де шықсам құтыртып, айтқызбай ағай таниды, түп адамды сұрарда. Тойға мінсем жайнағым, жауға мінсем де айбарым, төбемдегі байрағым, талыста танабай көрігім, жанымдағы серігім. Азылың хайуан демесең, малдан да бөлек ай келімің. Түлкідейінде тұңғатып, бөрідейінде жол тартып, шиырласады бай жүргенім. Қабада жалдың әр талын, тарап ұстабай сүйгенім. Сізден де басқан ай жылқыған, аят екен деп мінбедім. Көлікті құрдың ай көрмедім, тағымыма қой бір дейсең, ағында судай ай күрледім. Маңғыстаудан бұл төдік, топтан озған ілгедік, озада көшіп ай кен қонған. 8-де арыс жұрт едік, 8 арыс ішінде, егерде қатын ай қалса бір, туарда мендей баланың, сені де қайдан табадың. Құр келмей жүлде алып келіп жүрген адай жылқылары осы. Туғаннан аттың жалында өскен балалар қолға да оп-оңай үйріп тұр. Астанаға апарам ба деп достамады. Қазір бастап дайындаймын. Мынаның екеуі әкелесіз. Мынаның суар жеріңіз аға, мынаның су ішкен жоқ. Ризанға барғанда бірінші қосылатын 6 жасарап, 80 шақырымдан бірінші келесі. 80 шақырым алғашқы бәйгесі да? Алғашқы бәйгесі. Далада өрістен қазір келіп шығады ғой. Күн бұлақ кеше кеткен. Кеше тұсқайда су ішкен бар. Адай деп ат айттымыз содан ғой. Суға төзімділігі, жаңа даладан жаңа жусанын, еркегін, ебелегін жеп, өз витамин өз алып тұр ғой.
қораға тығып, оны біздің овощымыз жоқ, өсіріп жатқан неміз жоқ, жаңағы неше деді. Өсіріп жатқан затымыз жоқ қой, жемісіміз жоқ беретін бұларға. Талады өзің алатын алып жатыр. Мынау жар дейтін мынау ма? Жар дейді сол жар 120-дан бірінші келеді. Мына бекіту тұрғады қара. Астанаға ертеңі 50 километрге ұстайын ба деп кеш ұстап қойды міне. Ая бекіту асау. Дұрыс бас білмеген, дұрыс шабылмаған енді сол қараймыз. Ата тегі арғы жаға енді шауып тұрған жылқылар. Бектас сана 80 шақырымға шапқан тайың алғашқы бәйгесінде бірден бас жүлдені алған екен. Мына жарықтық жануарын кешегі 120 шақырымнан осы емес пе бірінші орын алатын? Осы. Бұл жасы нешеде, атын қандай? Жар атты тұлпарымыз. 10 жаста. Бірінші рет емес қатысып тұрған. Осы мен 4-ші рет қосылып тұр. Рязанға осы 2 рет бару. Ресейдің Рязан қаласындағы алыс қашықтыққа шабудан аламан бәйгеде 120 шақырымнан бас жүлдені жеңіп келген Қазақстанның мерейін сақтатқан адай жылқысы жары деген тұлпарымыз осы. Адай жылқысының бір ерекшелігі қыста суыққа, жазда ыстыққа, шөлге, аштыққа төзімді, теңіз суын іше алатын жалғыз жануар. Ол жетіскеннен ішпейді, мәжбүрліктен ішеді. Біздің табиғатымызға бейімделген өте төзімді жануар. Жақында болатын Қазақ хандығының 550 жылдығына орай үлкен аламан бәйгеде 43 шақырым өткен жылғы бәйгеде Арабтың, ағылшынның жылқылары бас жүлде алғандықтан қазақ тұлпарының тынысы ашылмады деп биыл 51 шақырымға ұзартқан екен. Біз соны жүлдесін ақтасын деп адай жылқысының жүйріктігін, беріктігін көрсін деп кемінде 80 шақырымға шабуға шақырамыз. Соны ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, ұлттық спорт қауымдастығы осы мәселені ескерсе екен дейміз. Біздің жылқылар берісі 80 шақырымға, арысы 120 шақырымға алқынбай шауа береді. Бұны болашақта әлде талай дәлелдейтін болады, бұйыртса. Міне Бұғабай ағамыздың шаруашылығында жаңа жылқыларымен таныссақ, енді түйе қорасында жеңешелеріміздің түйе сауы сәтіне куә болып тұрмыз. Міне боталарын емізіп, мая інгендерді идіріп, жас жеңешеміз Замила, Бұғабай ағамыздың үйіндегі жеңешеміз Күләш түйе сауып шұбат дайындап жатыр. Сау жүрсіз, күніге қанша шуат беріп? 24 түйе сауағын күніге 40 литр, 80 литр салап. Аға, мына шуатты қайда жеткізесіздер? Күніне неше түйе сауып, қанша шуат аласыздар? Шуат? Күнде осылардан осы. Күніге 100 литр. Есеп артық кетпейді, 100 литр, 80 литр шуат аламыз. Оны өткізе алмаймыз, жерде тоқ жоқ. Ашытып аламыз, ашытқанда құрт жасайды ма жеңешеміз, тосап жасайды. Сосын үлгергенімізше кешке қарда салқамен Қызанға апарып, 30 километр, 31 километр. Қызанға апарып маралеке сақтап, сосын Ақтауға автобусқа салып, кетіп жатқан ағайындарым, туыстарымызға барып салып, құдаларға, қыздарға, жебемізді, көршілерін өткізеді аздап. Сөйтіп жасап жатыр. Оған соң мекеме жоқ, мекемеге барып жолығатын біздер дәрмен жоқ. Ат жаратамыз, түйе қайырамыз, соны күн батады, қыс болады, жаз өтеді деген сияқты. Мына видеоны көргеннен кейін өндіріс мекемелері ұсыныс айтып жатса, шуатпен қамтамасыз етіп үлгересіздер ме? 100 литр тіпті тонналап істеуімізге болады, әлде де бұны дамыта береміз. Бізге көмек болса үкіметтен, машинасы арты қара дейді, свет не болатын болса, онда шуатпен құрып береді. Бізде мүмкіншілік бар, шаруашылық. Адам жұмыс шаруамызға да болады. Таушықта, Жаңаөзенде сүт өнімдерін өндіріп жатқан мекемелер бар, солармен келісім шарт жасасып көрмедіңіз бе? Оны бара алмайтымыз, қолымыз тимейді, ауылда
далада жүріп егеменмен келісетін болсақ істеуге болатын сияқты. Бұдан да дамытуға болады егерде. Құрт тосап айра дейтін болады. Қымызда болады. Бүгінгі таңда ұлттық спорт, оның ішінде ат спорты ерекше дамуда республика бойынша. Бұл енді бірнешелеген азаматтардың үлес қосуы, елбасының тапсырмасы бар, жергілікті атқарушы органдар, әкімдер, бұрынғы облыс әкімі Көшербаев, қазіргі әкім Айдарбаевтардың ерекше үлесі бар. Осы Маңғыстауда ат спортының дамуына, оның ішінде адай жылқысының ерекше дамуына және дамып та жатыр. Оның бүгінгі айғағында Бұғабай ағамыздың күні кеше Ресейдің Рязань қаласында өткен үлкен ТМД көлеміндегі үлкен жарыста 2 бірдей тұлпарының бас жүлде алуы соның айғағы. Бүгінгі таңда енді үлкен қарқынмен дамып келе жатқан ат спорты, оның ішінде Маңғыстау адай жылқыларының дамуына үлес қосып, осы спорт саласының және мал шаруашылығы, оның ішінде адай тұқымды жылқылардың дамуына айрықша көңіл бөліп отқан облыс әкіміне, біздің ауылдың атынан Алик Айдарбаев мырзаға және облыстық спорт басқармасына Пахомов мырзаға және облыстық ат спорт мектебінің директоры Қанағат Сүйебаев мырзаларға осы елдің атынан алғысымыз шексіз. Осы елдің дамуы үшін, республиканың, халықтың, Маңғыстау облысының дамуы үшін қызмет етіп отқан жігіттерге Алла жары болсын дейміз. Рахмет. Әлі де Бұғабай ағамыз және осы Маңғыстау елінің биік белестерден көріне беруіне тілектестік білдіреміз. Бұғабай ағамыз туралы енді көп әңгіме айтуға болады. Сырттан келетін өнер адамдарына ат мінгізу, шапан жабу, әртүрлі сый-сияпат көрсету. Өткен осы Ақшымыр ауылына келген республика танымал ақындар Балғынбек Имашев пен Айбек Қалиев деген азаматтарға Бұғабай ағамыздың ат мінгізгеніне осы ел куә. Содан тағы бір айта кететін жай, өткен жеңіс мерекесінің Қызан ауылында аталып өтуіне сүбелі үлес қосқан және аламан бәйгеге атан түйе тіккен ағамыздың да сондай сақилық жөнінен айту десек болмайды енді. Мінекей құрметті достар, Қызан ауылындағы бір күндік түсірілімімізді тамашаладыңыздар. Ауылдан шыға берісте мына Бектас Бұғыбайлы бауырымыздың суреті біздің мақтанышымызды тақтаға ілінгенін көргеннен кейін осы ауылдың жастары мен жасөспірімдері тай баптап, ат үйретіп, алдағы бәйгелерге дайындалып жүр екен. Мұның өзі өте тамаша үлгі. Сондай-ақ адай жылқысы тұқымын болашақта тек қана бір рудың немесе трайбалистік көзқараспен қарамай, қазақ елінің абыройын асқақтатып, беделін биіктетіп жүргендіктен оның шынайы бағасын беріп, алдағы алар асуларына, бағындырар биіктеріне жол ашуымыз керек. Ендеше осындай бәйгелерді санын көбейтіп, тұлпарларымызды баптап, болашақта қазақ тұлпарының, қазақтың мерейін, мәртебесін асқақтата берейік.